Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, дети! Балалар, дәптерімізді ашамыз, откроем тетради, бүгінгі күннің жадын жазамыз. Пишите сегодняшнее число. Қыркүйектің 10-ы. Менің ақ лағым бар. Тема нашего урока «У меня есть белый козленок». Сабақтың мақсаты тыңдалған мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, тақырып бойынша сұрақтар құрастыру және жауап беру. Жаңа сөздер, новые слова. Секіреді, прыгает, еркелейді, ласкается. Давайте еще раз повторяем. Секіреді, прыгает, еркелейді, ласкается. Мәтінді мұқият тыңда. Слушаем текст внимательно. Лақ – кішкентай жануар. Козленок – маленькое животное. Ол өте сүйкімді. Он очень симпатичный. Лақ секіреді, ойнайды. Козленок прыгает, играет. Ақ, қара лақтар болады. Они бывают белыми и черными. Лақтар шешесіне еркелейді. Козленки балуются. Үшінші тапсырма. Жазылым. Суреттерге қарап, сөйлемдерді толықтырып жаз. Третье задание. У нас письменная работа, ребята. Откроем тетради. И смотрим на рисунок, составляем предложение. Өзіңді тексер. Проверь себя. Менің лағым бар. Сенің лағың бар. Сіздің лағыңыз бар. Оның лағы бар. Үй жұмысы, домашняя работа, 4-ші тапсырма, 4-е задание, 18-ші бет. Өзің жақсы көретін үй жануарларының төлдері туралы шағын мәтін жаз. Написать рассказ про любимого животного. Сау болыңдар, балалар. Келесі кездескенше.